Қыздар, біздің келесі жаттығуымыз диафрагмамызды көтеруге арналған жаттығу жасаймыз. Диафрагма дегеніміз екі қабырғаның астындағы көгейде. Енді қараңыздар, мына диафрагма дегеніміз екі қабырғаның астындағы көгей. Бұл бізде бала көтереміз, ауыр көтереміз. Көбінде төмен түсіп жатады көп әйел адамда. Содан бізде не болады? Запор болады, қан айналымы нашарлауы, аяқтың ісінуі. Бірден бір себебі осы жаңағы дұрыс тыныс алу жаттығуын жасадыңыздар. Ол бір екінші жаттығуын қазір көрсететін боламын. Енді қараңыздар, сіздерге маңыздылығын көрсетілетін. Мынау диафрагма екі қабырғаның астында тұр. Екі қабырғаның астында диафрагмамыз тұр. Бұл деген бұның диафрагманың астында қаншама біздің ішкі жаңағы ағзаларымыз орналасқан. Бүйрек, бауыр деген сияқты ішектеріміздің бәрі. Енді бұл өздеріңіз ойлаңыздар, екі қабырғаның астынан төмен түскен кезде бізде мыналардың бәрі қысылатын. Бұның ішінде қаншама қан тамырлар орналасқан. Мысалы қараңыз, мына лимфа түйіндері бар. Бізде бұның бәрі төмен түсіп қысылған кезде бізде запордың бірден бір болу себебі осы диафрагманың төмен түсуінен ағзаларымыздың бәрі қысылып запор болады. Одан бөлек жаңағы ісіну болады, қан айналымы нашарлайды. Сондықтан біз міндетті түрде бұл диафрагманы көтеруге арналған жаттығу жасау керек. Бұдан кейін мынау жаңағы қаншама қан тамырлар өтіп жатыр, аяққа өтіп жатыр, мысалы ең маңызды артериялар. Одан кейін особенно сол аяқтың ісінуі. Бұл ағзамыз төмен түскеннен кейін мынау тамырлардың бәрін төмен қысады. Сондықтан келесі жаттығуымызды сіздерге жатамыз. Бірінші өздеріңіз тест жасап алсаңыздар болады. Мысалы қаяқтан білеміз төмен емес екендерінде мына қабырғаның астына қолдарыңызды салып көресіздер. Қолдың астына қолдарыңызды салып көресіздер. Егер ауырмаса ешқандай, тек қана дұрыс тыныс алуды ғана жасасаңыздар болады. Былай көреміз. Ал егер ауырса жаттығу жасаймыз, жаңағыдай бағана көрсеттім ғой, дұрыс тыныс алу жаттығуын, сол сияқты тыныс аламыз деген кезде итереміз. Тыныс аламыз. Демді шығарған кезде көтереміз. Демді шығарған кезде көтереміз. Демді аламыз деген кезде көтереміз. Күнделікті осы жаттығуды азанда дұрыс тыныс алудан кейін бір мезгіл жасаңыздар.